Шинжаңдан келип отурмуз. Жүлделүү болгонубузга төтөшүп кубанып отурмун. Жалпы гран-при ийгери атанган калай экен, кандай әсердесиз азыр сизде? Чынында тосын сый деуге болот. Өйткөнү мен сахнага чыгатын кезде гана билип отурмун. Одан бурун эч кандай кабар жок. Негизи азыркы дейин тебиренип отурмун. Кытайда осы казак әндерин жиі орындайсызбы? Казак әндерин негизи. Кытайда казак әндерин көп жиі орындайм. Негизи казак әндерин. Жалпы о жакта казак өнерин, казак әндерин канчалықты багалайды? Негизи казак ултунун өнөрүн о жакта жогору деңгейде багалайт. Өйткөнү барлык улуттарга белгилүү казак ултунун калай экени. Әрине биздин азаматтардын барлыгы өздөрү казак ултунун калай экенин, өнөрүнүн калай экенин өздөрүнүн эң жогору деңгейинде орундап жатыр. Сондуктан казак ултунун өнөрүн алар жогору деңгейде багалайт. Сахнада эстрада вокал аталымы боюнча өнер көрсөткөн Украинадан арнайы фестивальга келип катышкан коногубуз Юлия Сидорчук. Каршы алыңыздар. Шабытта 3-ші курс студентімін. Ұстазым Бейбіт Асемқұл, Орықбай Алмас, белгілі суретшілер Қазақстандарының. Ең бірінші Аллаға алғысымды айтам, екінші ата-анама, бауыр туған туыстарыма. Өнерде енді биік шыңға жеткенінен өте қуаныштымын. Осы шабыт байқауына толықтай 1,5 ай дайындалдым. Күн-түні еңбегім ақталғанына өте қуаныштымын. Қатысушылар өте көп болды, 190 адам болды. Соның арасынан суырылып шыққанның өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Ең бірінші рет қатысып отырмын. Ең бірінші рет бас жүлдені алып отырмын өз өмірімде. Қазақ ұлттық өнер университеті колледжінің 3-ші курс студентімін. Мұғалімім Исмаилов Анис Хақович болады.